Ұрпағымызды ұлттық құндылықтар аясында өсіру өте жауапты парыз. Боксшы әрі кәсіпкер Айдар Шәрібаев та осы игі іске үлесін қосып жүрген азамат. Әлеуметтік желіге еріксіз тәуелді болған бүгінгі жас буын өзінің асыл тегімен бай дәстүрін ұмытпауы тиіс дейді спортшы. Ұлттық құндылық әрине ол тақырыпты ауқымды жауап беруге де болады, бірақ енді екі сөзбен айтқанда қазаққа ғана тән түсініктер, қазаққа ғана тән қалыптасқан заңдылықтар, осылардың бәрі қазақ үшін, басқа үшін емес, қазақ үшін ғана биік тұратын ұғымдардың барлығы қазақтың құндылықтары. Алматы қаласының іргесіндегі демалыс лагерінде жеткіншектер садақ ату, атқа міну, шешендік өнер мен тұлғалық даму бойынша арнайы дәріс алады. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деген Абайдың сөзін мұраты еткен Айдар Шәрібаев замандастарын осылай ұрпақ тәрбиесіне атсалысуға шақырады. Абайдың түсінігі осы қай кезде болсын, бізден қаншама 170 жыл болып кетті ма, мысалы сол ғасырда өмір соншама жыл уақыт бұрын өмір сүрді. Айтқан сөзі, ойы осы күнгі қазақтарға да сай керек нәрсе де, ауадай қажет. Ісімізбен де сөзімізбен де үлгі болды. Бірінші соны ұстансақ, сосын енді білім, әркез әр нәрсенің басында білім тұрады. Қазақ жастары білім алып тұрса, өзінің қазақилығын туғып ұстаса, ең дұрыс нәрсе осы дейтін. Осы бағытта жүретін болса, бізде патриот, елін сүйетін, жерін сүйетін, сондай өз ісінің мамандары көбейе береді деп ойлаймын. Өз ұлтының табиғатын зерттеуде Абайдай терең бойлаған ғұлама әлемде кемде-кем. Халқының даналығының бейнесі болған ұлы ойшыл әлі де сан қарла. Бүгінде Абай алуан өнердің үлгісінде сәтті сипатталып жүр. Мына біздің артымызда тұрған муралда Абай бейнесі бұл 1953 жылы салынған Кенингтің суреті. Ескерткіштерде де осындай архитектуралық нысандарға салынатын граффитилер мен муралдарда да Абайдың бейнесі, Абайдың осы бейнесі көбірек тараған. Бұл енді Абайды насихаттаудың бір құралы ретінде қарауға болады ең біріншіден. Кітабы латынша жарық көрген Абай өз елінің осы әліпбиге қайта ораларын күні бұрын сезгендей. Біз қазір енді латын әліпбиіне көшу деген нәрсені айтып жатыр ғой. Бірақ біз латын әліпбиіне оралып жатырмыз. Латын әліпбиі бізде бұрын болған латын әліпбиінде де Абайдың кітаптары көп шыққан. Соның бірі 33 жылғы жинақ, жаңылмасам, осы Абайдың латын әліпбиімен шыққан кітабы. Ұлы ақынның рухты бейнесі және мол мұрасы бүгінде де ұрпағымен түрлі заманауи формада қайта қауышып жатыр. Абай қазақы ұлттық құндылықтардың айнасы ретінде әлі зерттелмеген тылсым әлем.